Фыңкай мен Шүшәке ажырасып кетті ме? Не үшін? Неге дейтін несі бар? Біздің сыныпта 3 жұп болған, соның екеуі ажырасып кетті емес пе? Өзің айтшы. Не үшін? Олар енді екінші рет үйленетін болса, сыйлық бермейтін шығармыз. Ел онсыз да ажырасып жатыр. Бір көңіл жұбататын сөз айтсаң қайтеді? Екінші рет үйлену деген жаман сөз бе? Осы бізден кішілердің өзі ажырасып жатыр ғой. Біздің серіктікте істейтін 25 жастағы бір жігіт 2 рет ажырасып үлгерді. 2 рет. Мемлекет осы үстіміздегі жылдың өзінде елімізде 848 мың жұп ажырасып кеткен туралы мәлімдеме жасады. Біздің ата-аналарымыздың кезінде қандай жақсы болған, ажырасуға ешкімнің дәті бармайтын. Өйткені ол кезде ажырасу деген ұят саналатын. Соны айтам. Ей, Сүнчаң, осы сен байқасаң болады екен. Байқа дейтіндей, маған не бопты? Мен Фың Жиңжинге ажырасам деп 1000 жерден жалынсам да, ол менімен ажырасуға келісім берді. Осыны қымсынбай қалай айтасың? Осы Шәутеңде әп-әдемі, бейшара саған қор болып кеткен жоқ па? Солай ма? Сен оны айтасың, мен сияқты ғылым иесіне сұраншы етіп. Ғылым иесінің 2 түрі болады. Бірі жуас, екіншісі ақшаны күреп табады. Сен соның қайсына жатасың? Онда сенің нең бар? Шәутеңнің миында ажырасу жоқ. Сужен, сен неге жақ кірісін ашпай отырсың? Ой, ажырасу деген термин оған әсер етпейді. Ол қол темір сияқты жұмыс десе жанын салады. Қаражат дегенді жиып алған, отбасы шайқалмайтындай негіз қалап қойған. Оның үстіне емшек сүті аузынан кеппеген қызымның көздерінен қуаныштың лебі мен мұндалап тұрмай ма? Суйжен мен Жауамыңның жұбы жараспады. Қазір екі жақ өз еркімен ажырасуға келісім берді. Келісімнің мазмұны мынау. Біріншісі, ерлі зайыпты екі жақта өз еркімен ажырасты. Екіншісі, анасы Жауамың қызы Сойдудуды бағу құқығынан өз еркімен бас тартты. Сойдудуды әкесі Суйжен бағатын болып шешілді. Сенше болашақ деген не? Мен саған Ауытының болашағын айтып қояйын. Ауыты 10 жасында математикадан жарысқа қатысады. 15 жасында фортепианоның 10-шы дәрежесіне жетуі тиіс. 18 жасында Чинхуан мен Бейжің университетіне қабылдану керек. 23 жасында сөзсіз TOEFL емтиханына қатысып, Америкаға білімін жетілдіру керек. 30 жасында елге оралып, өз кәсібімен айналысу керек. Міне, Ауытының болашағы осы. Кешір мені. Ей, сен қашан кірдің? Шошып кеттім ғой. Жаным, сол сен өте әдемісің. Мен саған суреттерді көрсеткелі келдім. Дайын боп қойды ма? Иә, қараш, Лылыны өзіміздің фотоаппаратпен түсірдім. Ауыты мен Додуды өз үйлерінің айналы фотоаппаратымен түсірдік. Суреттерде титтейде парық жоқ, көрдің бе? Бәрі жақсы. Егер сен айтқанда еш парық болмаса, елдің бәрі неге сол айналы фотоаппаратқа жүгіреді? Ол баяғы бәсеке емес пе? Ал енді мына біреуін көрші. Ал мынау қалай түсірілген? Суйжен суретке түсіргенді білмей ме қалай? Суйжен білмей жүрген жоқ, ол кәсіптік фотоаппарат емес, сондықтан нашар түсіреді. Міне, Ауытының суретіне қараш. Рас, Ауытының суреті неге қарала болып қалған? Мен саған айтайын ба? Сунчаң сол аппаратты мүлде істете алмайды екен. Оның Фыңжинге айналы аппарат алғызып алуына себеп бар. Ол Фыңжин басқа фотоаппарат сатып алған кезде сол көне аппаратты сатып жіберіп, ақшасын қалтасына баспақшы. Ол сондай пайда күнем адам. Қойшы. Ой, ол солай ойлап жүр. Өзің шынын айтшы, осы үш суреттің қайсысы жақсы? Бәрінен біздің Лылының суреті әдемі екен. Дәл таптым. Сүйжен, үйде барсың ба? Тәте, кімді іздеп жүрсіз? Мен баламды іздеп жүр. Оның аты Сүйжен болады. Сүйженді ме? Ол бірнеше аптаның алдында көшіп кеткен. Сіз білмеп пе едіңіз? Көшіп кетті ме? Иә. Ол жағын біз білмейміз.
Рас, білмейміз. Сен үшеуің жақынан бері кезігіп жүрсіңдер ме? Ол не дегеніңіз? Бірге туғандаймыз. Әрине. Шынымды айтсам, Сейженің басынан өткен істерді мен білемін. Ол маған өз айтқан. Менің айтайын дегенім, ол қазір ерекше күйде жүр. Сендер доссыңдар, ағайынсыңдар. Оған көбірек көмектесіп жүріңдер. Жарай ма? Ой, бұрмай зәрем қалмады ғой. Ол бәрін сізге айтқан екен ғой. Ол сізге ажырасып кеткенін қалай түсіндірді сонда? Сейженмен жауамың ажырасып кетті ме? Қашан? Ажырасқандарын сендерден естіп отырмын. Менен тағы не жасырғандарың бар? Айтыңдаршы. Ештеңе жасырған жоқпыз. Тек сол ғана. Шын мәнінде... Сен алдыңғы жолмаған өткізген бағамдық айырма жөніндегі мәліметіңде біраз кемшіл тұстар бар екен. Мен кішкене өзгертулер енгізіп қойдым. Өзің тағы бір қарап шық, жарай ма? Рахмет, Басеке. Кеште Додо екеуіңді қонақ қылайын. Маған рахмет айтпай қой. Қайта уақытың болса осыны бір қарап шық. Мен шығып барам. Қайда барасың? Хайка серіктігі дереу қарыз ақшаламыз деп еді ғой. Солардың зауытын көріп келейін деп. Хайка серіктігінің жабдықтары өте көнеріп кеткен екен. Ол заса 3 миллион юань тұрады. 10 миллионнан қарыз сұрап отыр. Бірақ Хайка болса біздің бұрыннан келе жатқан харидарымыз ғой. Осындай кезде көмек бергеніміз жөн емес пе? Тіпті зауытын кепілге қойса да 5 миллион ғана болады. 10 миллион қарызды қалай бере алады? Серіктіктің жабдықтары ескіріп кеткен үшін қарыз ала алмайтын болса, жаңа жабдық сатып ала алмай қалады ғой. Біз онда Хайка серіктігін тығырыққа тіреп қоймаймыз ба? Қалай ойлайсың? Дұрыс па сол? Өте өкінішті. Бұл жолы олар қызметкерлерін жұмыстан босатып өздерін зиян шектік деп жариялағаны басқа амалы жоқ. Уәй, директор Чүй ауруханаға түсіп қалды ма? Қайсы ауруханада екен? Жарайды, мен қазір келем. Мен ауруханаға барып. Мен бірге барсам бола ма? Саған жұмыстан қашқан ұнайды-ау дейміз. Жоқ, мен бастықты қалай жалғыз жіберем? Жүр. Бірге кеттік. Директор Чүй? Сейжен, сен қайдан жүрсің? Мен сіздердің серіктігіңізге барып зауытты көріп қайтайын деген. Мен телефон берсем, сіз ауруханаға түсіп қалды деді. Соларды естідім. Мына кісі менің қызметтесім, аты Уаң Шаңшан. Директор Чүй, қалыңыз қалай? Жақсы. Ештеңе етпес. Қамтым төмендеп кеткен сияқты. Сол жабдық кіргізу үшін ақылдасамыз деп жиналыс ашып едік. Басым айналып құлап қалдым. Кәрілік қой. Өкіл алсам, тәуір болып кетем. Бәрі жақсы болар. Баяғы қарыздың әңгімесі ғой. Тағы бір амалын табармыз. Оған бола әбіршімеңіз. Хайка серіктігін өз қолыммен тұрғызып едім. Білем. Міне енді көз алдымда. Жарайды. Мен осы қазір қарап көрейін. Сіз жата беріңіз. Осы жабдықтар үстінде сатып алынатын болса, өндіріске нұқсан келмей ме? Нұқсан келмейді. Сен әлі Хайканың ісін қарап отырсың ба? Иә. Таяу жылдан бері Хайканың өндірісі төмендегенімен басқалармен салыстырғанда көш ілгері келеді. Олар жақында 10 миллион юань қарыз алып жабдықтарын жаңаламақшы болған еді. Бірақ сол өтініштер қанағаттандырылмай қалғандықтан үлкен қауіп-қатерге тап болып отыр. Сондықтан не істерімді білмей. Чүй директормен жеке байланысың бар ма? Неге олай дейсің? Себебі бұл делаға шамадан тыс назар аударып жүрсің ғой. Менің осы банкке кіргенде қол алған бірінші жобам осы Хайка болатын. Оның үстіне Чүй директорды қатты құрметтеймін. Ол өмірінің көбін осы серіктік үшін арнады. Қажымай талмай еңбек етті. Оңай емес. Сол ғана ма? Енді не деп ең? Ол кісі менің жақын досым деп ойлап бедің? Мен ол сенің үйіңнің серіктігіме деп ойладым. Таяудан бері шикізат бағасы өсіп кетті. Оған қоса еңбек шығындары молайып отыр. Бұл орта шағын кәсіпорындарының жұмысына кедергі келтіріп отыр. Міне мынау реформа жасап есік ашқан 30 жылдан бері үлкен жаңалға келген орта шағын кәсіпорындарының еңбек кестесі. Олар тек өз еңбегіне ғана емес, бәңкілердің көмегіне де сүйеніп қиыншылықтарды артқа тастап келді. Сондықтан біздің бәңке осы орта шағын кәсіпорындарды сүйемелдеп тығырықтан алып шығуға міндетті. Мұны
оны шынымен банк жауапкершілігін алу керек. Дұрыс, бәнке қызметкерлерді оны өз міндетіне алу керек. Басеке, Иә? кеше кеште азырақ жұмыс жасап едім. Не деген қалың өзі? Иә. Бұл аз жұмыс емес. Біз шетелдің тәжірибесінен пайдалансақ болар ма екен? Ол дегенім, жабдық сататын саудагер тауып хайкі серіктігіне жабдық бергізсек. Олар сол жаңа жабдықты кепілге қойып, қарыз ақша алса дейсің ғой. Солай ма? Мен Шелвейді тауып біздің банктен қарыз ақша алған серіктіктің ішінде жабдық сататындар бар ма деп соны білейін деген. Рас, жастар жүректі ғой. Бұл қай қалжыңың? Арнаулы жабдықтарды бөліп төлеу, тәсілмен алу деген бұл салада бұрын соңды кезікпеген құбылыс. Білем, бірақ біздің бәнке алдымен алға қойса болады ғой. Ешкім тәжірибеден өткізбеген нәрседен зиян шегіп қалуымыз мүмкін. Арнаулы жабдықтар жылжымалы мүлікке жатады. Бірақ оны көтеріп кету мүмкіндігі жоқ деуге болады. Оның үстіне зауытты кепілге алып отырмыз. Осы мәселелердің бәрін қоспағанда ең үлкен қиындық ол хайкі серіктігі жабдықты кіргізіп алған соң да өндірісі тұралап тұрып қалып, қарызды қайтара алмаса қайтеміз? Хайкі біздің тұрақты аларманымыз. Аты әйгілі серіктіктің бірі. Өнімдері мен қызмет көрсету сапасы да айтарлықтай жақсы. Тұтынушылар олардың өнімдерін бағалайды. Бірақ олар бұл жолы жабдық жаңарту жағынан қиналып отыр. Біз JLB тарапынан оларға көмектессек пе деп отырмыз. Сонымен бірге, сіздердің зауыттарыңызбен хайкі серіктігі ұзақ уақыттық селбестік қатынас орнатса екен деген ойымыз бар. Бұл екі жаққа да пайда әкелетіні сөзсіз. Бірақ жабдықтың көнеру қаупін қайтесің? Мұның бәрін жобаға кіргізіп қойдым. Ағымдағы төлемге барлық ескіру қаражаты түгел кіреді. Бәнке тәуекелге келіп, кәсіп орнының қиыншылығын шешпекші болып отыр екен. Міне, бұл жастардың алысқа көз жүгірте алатындығы ғой. Мен қолдаймын. Кейін бізге де осы хайкі серіктігіне жасаған көмекті жасайсыңдар ғой, иә? Солай ма? Әрине, ол жағынан алаң болмаңыз, директор Шан. Уаң Шаңшаң қазір жабдық сатушы серіктігінің директоры Шанмен келісіп жатыр. Осы 1,5% барлық шығынды жауып кетеді. Егер хайкі серіктігі қарыз қайтаруда қиындыққа тап болмаса, онда осы 1,5% біздің бөлімнің үлесіне қала береді. Солай болмақшы. Уаң Шаншан сөйлесіп жатыр ма? Иә, ол көп жұмыс жасады. Байқаймын, қосақтап қойысынды қызмет байланысы өз жемісін берген екен. Жалғасты қосақтап алда жүре бер. Жырай ма? Директор, қолыңызды қойсаңызшы. Жар түгін сен тыңдап шөлдеп кеттім, су ішіп алайын. Қол қоямын. Оны жалғасты жетелей бер, бола ма? Иә. Қол қоям ба? Қойыңыз. Онда бір елі қалдырма. Ертіп ал. Жеңдім. Мен жеңдім. Сен жеңіліп қалдың деп отырмын. Жеңілдім. Әкелі балалы екеміз бүгін дойбыны қанша рет ойнадық. Бұл менің сені бірінші рет жеңуім. Тағы бір рет ойнап жіберейікші. Болды әке, ойнамайым.
Бүгін көңіл күйің жоқ қой. Не болды? Маған айтшы. Не болды? Әке, мен патент алам деп едім ғой. Соған берген өтінішті бастық жоғарға өткізем дегелі 5 күн болды. Еш дерек жоқ. Бастықтар істі мұқият қарайды. Күте тұрсаңшы, балам. Жарай ма? Кішкене күте тұр. Бәрі жақсы болады. Менің есебім бойынша барлық жұмысына 3 күн кетеді деген еді. Міне 5 күн өтті, әлі дерек жоқ. Соған алаңдап отырмын. Сен материалды апарып бергенде бастықтың көңіл күйі қандай еді? Оның көңілі керемет болатын. Бастықтың мен апарған затты көргенде 2 көзі жанып кетті. Дәл сол кезде ол саған не деді? Сен алаңдама, үйіңе барып күт деді. Мен соның айтқаны бойынша күтіп жатырмын. Мен түсіндім. Нені түсіндіңіз? Біз үйімізді шекелейік. Мен оны бітірген соң осында келдім ғой. Келер алдында апаларың маған телефон беріп, маған Лауауаңның үйіне 5 келі ет сатып әпер деді. 5 келі. 5 келі өте көп емес пе? Не себепті берген? Оның себебі оған үйдің кілтін беріп үйді қаратып қою. Оның міндеті күндіз үйдің терезесін ашып тұру. Ауаны алмастыру үшін. Солай, содан кеште барып терезені жауып қою. Ол бұл іске бапандай. Ал сенің материалыңды апарып беруің де. Ол дегенің... Сонда мен пара беруім керек екен ғой. Әке, менікі мемлекеттік іс. Оның үстіне егер патент алатын болсам, керісінше олар маған сыйлық беру керек емес пе? Бастық саған сыйақыны мемлекеттен әпермей ме? Ал сен бастыққа тарту таралғы берсең, ол бастықтың өзіне тән болмай ма? Болды енді, сауға дайында. Сосын апарып бер. Әке, осындай нәрсен суқаным сүймейді. Сыйлық бере білудің өзі өнер. Бастыққа сауға ұсынғаныңды ешкімге көрсетуші болма. Бастықтар біреу-міреу көріп қалмаса екен деп қатты алаңдайды. Түсіндің бе? Рахмет. Жақсы. Рахмет, әке. Жақсы, уақасы жоқ. Ой, бұрмай қалайша бүйтіп жеңіліп қалғам? Бұл жаңа үлгі, егер іске асып кетсе, онда біз жол ашқан болар едік. Сен уайымдама. Кешіріңіз. Уәй, Данан? Осы сендер харидарға көбінде қанша сыйлық жасайсыңдар, соны сұрайын деген едім. Бұл қай заман сенде қайдағын айтады екенсің? Пара берген не? Мен сендерге қызметті адал таза атқару керек. Қарабастың қамы мен жеке пайдан ойлауға болмайды деп ескертіп келем ғой. Сен менің көңілімді әбден қалдырдың. Данан, сен не айтып тұрсың? Ойлан. Сенің басың орнында ма? Болды, сен мен сөз таластырып тұра алмайым. Кешке саған жақсылап тәрбие берейін. О, сен дәл таптың. Мен сыйлық дегенде күнде беріп жүрмін ғой. Сен мұны маған тапсыр, өзім бәрін жасап қоям. Жарай ма? Маған тапсыр, өзім істеймін. Оған рахмет. Мен тек сенен қазіргі кезде өзі арзан, өзі көзге көрінетін әдемі сауға не деп сұрайын деген едім. Ақылыңа рахмет. Не айтып кеттің? Мен саған сервистік жұмыс көрсетем, маған тапсыр деп тұрмын ғой. Болды, осы жерде тоқтап қал. Мен сені білем ғой, өзім алам. Өзім бір амалын табам. Тәңір жарылқасын. Сау болып тұр. Болды. Жаным, бері келші. Міне мына белбеуге қарашы. Әдемі екен. Оны жаңа көріп тастағам. 2000 юан екен, өте қымбат. Мырза, бұл Италиядан импортталған, сиырдың терісінен жасалған. Маған десе адамның бас терісінен жасалған болса да. Қазір материал мен бағаның байланысы үзілген заман. Жүр кеттік. Жарайды, біз бір айналып келейік. Рахмет сізге. Рахмет, келіп тұрыңыздар. Рахмет. 2000 юан тұрам екен, не деген қымбата? Бірақ қолға ұстағанда бір түрлі шағым деген. Материалы жақсы болған соң бағасы қымбат дегеніңде жөні бар ғой. Солай болуы тиіс. Бірақ қазір магазиндерде сатылып жатқан тауарлардың материалы мен бағасының ондай бір қатынасы жоқ. Қазір жұмыс күші, жобалау, тасымалдау, басқару, сауда орнын жалға алу, салық, оған жарнама қосылады. Сен оның өзіндік құны қанша екенін білесің бе? Қанша? 30 юан. 30 юан? Сен тым асырып жіберген жоқсың ба? Айғайлама. Шынын қуғанда ол 30 юанға да жетпей, жүр кеттік. Әке, тұршы. Балам, мазаламашы енді. Апам саған менің қосымшаға апарсын деді. Не болды, балам? Тұршы, әке. Не қылған сабақ бармаймыз? Болды, оны оятпа. Бүгін сені өзім апарам. Жарайды.
Қазір жолда Сүйжен ағайыңа телефон беріп қояйын. Не үшін? Әкең бүгін тағы сонда барып жататын болады. Жүр балам. Беліңді қатты ұрма. Ауырып тұрса қайтем? Мен шаршап жүре алмай қалдым. Сен өзің аралап келші. Болды, алмаймыз. Неге алмаймыз? Сол үшін келдік емес пе? Бастық арақ темекіге зәру емес. Ал белбеу қапшық дегендердің мынау әкесінің құнын сұрайды. Арзандауын әперуге ұят. Әшеке бұйымдар мен семья жабдықтары анау бағасы аспандап тұр. Менің түсінбейтінім патент алудың тапқырлаудан қиын болғаны ма? Жаным, сен оған бола басыңды қатыра бермеші. Меніңше жаңағы белбеу өте әдемі. 2000 юан. Сол 2000 юанды қимайсың ба? Болды, ала салшы. Болды, үйге қайтайық. Үйде қызымыздың тойына деп сақтап жүрген 2 бөтелке арақ тұрған. Бастық араққа зәру емес дегенің қайда? Беріп көрейік, бір пайдасы ер, жүр, кеттік. Мектепте мұғалімнің сөзін тыңда, жарай ма? Бұл не дегенің? Келе жатырмыз ғой. Ой, Балам, не болды? ауырып кетті. Қатты ауырып тұр ма? Ішіңді ауырып тұрған. Қай жері? Соқыршық болмасын. Қайдан білейін? Онда бүгін сабақты қоямыз ба? Ауруханаға апарайық. Жарайды. Онда мен мұғалімге айта салайын. Машинаға апара бер. Жүр балам. Қане, жүре ғой. Әкеммен бірге бара бер. Мен қазір. Шыдай тұр балам. Қазір. Жүр. Қане, шыда. Кім? Апа, бұл жерді қайтып тауып келдің? Додо қайда? Ұйықтап жатыр. Жақсы, рахмет. Дәрігер кіндікке жапсыратын дәрі берді. Кіндігіне жапсырып қойсаңдар, жақсы болып кетеді дейді. Я, өте пайдалы дейді. Солай ма? Көзіңе көрінген нәрсені жей береді деді ғой. Қанеке, кел кіндігіңді аша ғой. Болды, бүгін неде демал, сабаққа бармай-ақ қой, жарай ма? Рас па? Қоршақ көрсем бола ма? Әкем шотыр шапқан сайын дегендей болды ғой. Үйде әйел адам болмаса қиын ғой. Жауымың бірер күнде қайтып келеді. Мен сені осы жерге дейін іздеп тауып келдім. Сен маған әлі өтірік айтып тұрғаның қалай? Мен сендерге жеміс жидек апарып берейін бе деп барғам айтпегенде, сенің көшіп кеткеніңді әлі білмейтін едім. Сендерің ажырасып кеткендеріңде де. Сендер көп көрім өмір сүріп жатыр едіңдер ғой. Неге аяқ астынан ажырасып кеттіңдер? Неге? Енді мінезіміз келіспеді. Сендер сөз байласқаннан тартып, үйленгенге дейін 5-6 жыл өтті емес пе? Сонда мінездеріңнің жараспайтын енді түсіндіңдер ме? Маған шыныңды айт. Тағы не жасырып отырсың? Жоқ. Жауымың аяғы ауыр болған кезден бастап жұмысынан шығып кетіп еді ғой. Мұны өздеріңіз де білесіздер. Мен жалғыз өзім осы үйді бағып қағу үшін күн-түн демей еңбек еттім. Оның ойынша мен оған көп көңіл бөлмей қойып. Онда көбірек қасында болмадың ба? Ол енді сіз ойлағандай жеңіл емес. Жауымың кезінде мен Доудо үшін жұмысын тастап кетті. Тек бала үшін өмір сүріп жүрді. Енді өзі үшін өмір сүргісі келеді. Бар болғаны сол. Онда ол өзі қайда? Ажырасқан соң Америкаға кетіп қалған. Сол жақта қалып жұмыс жасағысы келеді. Сен амалын тауып оны алып қалсаң болмай ма? Мен өлердегімді айттым. Бірақ қалғысы келмеді. Өкінішті. Мен оны шынымен түсіндім. Мен кішкентай кезінде әкем үнемі сыртта жұмыспен жүретін. Үйде екеуміз ғана қалатынбыз. Мереке мейрамдарда үйіміз құлазып тұратын. Қазіргі жауымыңның халі сол кездегі сіздің жағдайыңызбен бірдей. Сол үшін де ол өз таңдауын жасаған екен, мен қарсылық көрсете алмаймын. Апа, ажырасам деді, ажырастық. Бұлай айтуға оңай. Доудо әлі кішкентай емес. Мен өзім бақпаймын ба? Бала баққанда тұрған не бар? Ол әзірге дейін апалай береді. Әке дегенді көп айта бермейді. Сондықтан да көбірек қасында болғым келеді. Сендерде шынымен енді мүмкіндік жоқ па? Әкем де біліп қойды ма? Әкеңнің қыңыр мінезін өзің де білесің. Мүмкіндігінше жасыра тұрамыз.
Мен үйдің ішін жинап қояйын. Екеуіңнің мына қылығың не? Әкем екеуміз сізге концерт қойып береміз. Бала әлі толықтай сақаймай жатып орнынан тұрғызып жібергенің не? Апарып ұйықтат. Кіндігіме дәрі жапсырған соң жазылып кеттім. Балам, кішкене ойнайық, жарай ма? Жарайды. Екеуің қандай концерт қоясыңдар? Ал, бастаңдар. Қане, бастаймыз. Ертеде бір кісі болыпты. Ол көп көшет отырғызыпты. Сонымен ол күн сайын көшеттерді жағалап, тез-тез өсіп жетілуін күтіп жүрет. Бір күні шыдамы таусылған ол көшеттерді бір-бірден созып өсіру амалын ойлап табады. Ол таңнан кешке дейін қолымен көшеттерін созып қояды. Ол өз ісіне мәз болып көшеттерім өсіп шықты деп мақтанады. Ол екінші күні барып қараса, көшеттері түгел өліп қалыпты. Бәрі де өліп қалған. Қалай? Әкеңнің әртістік өнері саған дарыған екен. Ертең әкең саған қосымша өнер үйрететін сабаққа тізімдетіп қойсын. Жоқ, болмайды, жоқ. Жақсы. Ертеңнен бастап фортепиано сабағына бармай қоюыңа болады. Yes! Бірақ сен математикадан олимпиадаға дайындайтын сабақты жалғастыра беретін боласың. Өйткені сен дарынды балаларға арналған мектепке емтихан тапсыруың керек. Түсінікті ме? Апа, математикадан қосымша сабақ. Балам, бүгін осымен тоқтап қалайық. Келесіде жаңа концерт ұйымдастыратын боламыз. Тез бар да, жата қой. Бүгін біз үш жақ болып бірлесіп жұмыс жасайтын болып шештік. Бұл деген өзара көмектесу ғой. Бүгін мен дастархан жаяйын. Екеуіңнің көмегіңе рахметім болсын. Жақсы ма? Директор, бүгін достарыммен кезігуім керек еді. Кейін тағы отырамыз ғой. Қарыз алу туралы өтініш мақұлдансын, сол кезде бірге тамақтанайық. Онда жарайды. Бұл өтініш тез қабылданып кетсін деп күтейік. Директор ше, директор Чаң, мынау келісім шарттың түпнұсқасымен көшірмесі жоғалып қалмасын. Жарайды, мен жүре берейін. Жақсы хабар күтем. Иә. Шүй директор, енді алаң болмаңыз. Сүйжен, саған қалай рахмет айтсам болар екен? Маған рахмет айтпай қойыңыз, мен алғаш осы серіктікке келгенге сіз аз көмектескен жоқсыз. Иә, ол кезде сен университетте жаңа тауысқан кезің болса керек. Дәл айтасыз. Сол кезде есімде сенің көтерген бір мұнша құжатың бар. Шыжған күннің астында біздің зауыттың алдында мен неше сағат күтіп қалған едің. Иә, жарты күн. Бұл кезде мен осы балаға сенуге болады деп шешкем. Не деген заман өтіп жатқан. Сен бастық болып кеттің, менің талғамым алдамаған екен. Сен мұна бастықпен еріп жақсы істе. Бұл жігітке сенім артуға әбден болады. Құмалағымды 4-тен қойдыңыз ғой. Рахмет, рахмет. Батырдың жолда бұраң болған екен ғой. Бұл батыр көршіге жолығып қалудан қойғады. Біздің бастық неге келмей жатыр? Жиналысқа кіргелі 1 сағаттан асып кетті. Күте-күте шаршап кеттім. Қазір келіп қалар. Данан? Данан, мұнда не қып жүрсің? Жұмысың бар ма? Жай, Шәулей, өзің не қып жүрсің? Бастыққа жұмысың бар. Шәулей, сен алдымен мына материалдарды қарап шық. Жарайды. Содан кейін сөйлесеміз. Жақсы. Ал, Данан, құлағым сенде. Жай, әншейін. Қандай жұмыспен жүрсің? Иә, айтсаңшы енді.
Бөтен ешкім жоқ қой, айта берсеңші. Жұмыс бабымен келіп отырмын. Онда айта бер. Айта бер. Патент. Патент пе? Мен осы бірнеше күннің алдында Шауанға барып, техника бөліміне жіберіп қойғам, ол жақтан әлі хабар жоқ. Онда бұл өзі қанша уақытта бітер екен? Бұл өзі қанша уақытта бітер екен? Соңданан, біздің серіктік оны бекіту керек, бұл енді өтуге тиісті рәсім ғой. Несіне асығасың? Иә. Несіне асығасың? Иә. Уәй. Иә, мен. Есептегіш пе? Иә, не болды? Бекітті ме? Жақсы болды. Не деген тез? Сендер жұмыс тез істейді екенсіңдер. Рахмет. Сау болыңыз. Иә, жақсы. Жақсы. Иә. Жақсы. Соңданан. Құттықтаймын. Рахмет. Кешіріңіз. Сунчан? Ваң Шаңшан, жұмыстан түсіп барасың ба? Жоқ, бүгін үстемелеп жұмыс істейміз. Қызметкерлерге тамаққа келгелі кетем. Сен өзің жалғыз әкеле аласың ба? Мен машинамен әкеліп берейін. Жарайды, жүр. Келген соң Суженге бірге жолғамыз. Ханым. Жүр. Жарайды, ертеңге дейін. Сен қайда болдың? Жаным, әлі жатпағансың ба? Мен бір қарайдармен жоқтым. Ол жігітпен бағаға келсем деп жағым талды. Түсінемісің, жаным? Өтірікті құрап айта бер. Өтірік емес, арасында қарайдармен жолық келдім. Ол қарайдар ер адам. Түсінші енді. Жарайды, мен саған төтесін айтайын. Келісім күшке ие. Не себепті? Сунчан, сен қандай адамсың? Қыздың артынан жүгіремін деп біздің серіктіктің ғимаратына дейін жеттің бе? Енді түсіндім. Ол қыздың аты Ваң Шаңшан. Ол Суженнің қызметтесі. Ол Суженге тамақ алғалы кетіп барады екен, мен машинамен апарып алып келдім. Болған осы? Ол Суженнің қызметтесі екен, онда сен оны қайдан танисың? Иә, мен танимын, өйткені ол қыз Суженге ұнап қалды. Екеуі жақсы болып жүр. Түсінсеңші. Жаным, сен қайдан білесің? Ол қыз жаңа келген. Сужен оған емтихан алған күннен бастап ұнатып қалған. Содан бастап екеуі бір елі айырылмайды. Өзің ойлаш, ол не үшін Суженге тамақ әкеліп береді? Баяғы екеуінің жақындығын білдірмекші ғой. Жақында ол екеуі кездесті. Сол кезде қызыл арақ ішеміз деген соң, мен тағы қызыл арақ апарып бергем. Иә, солай болды. Мен оларға арақ апарып бердім. Ей, сен кімге телефон берейін деп жатырсың? Үндеме. Уәй, жиң-жиң. Уәй, Сужен, жаңа Сунчанға телефон беріп едім. Оның телефонының қуаты таусылып қалды. Уәй, естілмейді ғой. Ертең хабарласайық, жарай ма? Жарайды. Уәй. Жарайды. Жолым болды. Сунчан тағы қайда жоғалып кетті екен? Қайда жоғалып кетті екен? Сенің көмегің болмағанда?
ары қарай не істемек ойың бар? Ұнататыным рас. Бірақ мен үшін керегі доуға ана. Сондықтан ойлануға тура келеді. Ана отырған қыз ба? Иә, қалай екен? Аты кім еді? Уаң Шаншан. Уаң Шаншан. Ей! Мен әлі оған айтқан жоқпын ғой. Сәлеметсіз бе? Шаншан келе отыр. Сәлеметсіз бе? Мен таныстырып қояйын. Сунчаңның үйіндегі ханым. Аты Фың Жingшing. Әлгі менің досым Сунчаңды айтам. Әйгілі 17 қабатты алып жатқан Ваймай серіктестігінің акционері. Ваймай серіктестігін білем. Сіздердің серіктестігіңіз қандай үлкен? 17 қабат ғимарат бәрі сіздердікі ме? Отбасылы болған соң жауапкершілікте ауырлай береді. Шаншан, Сүйжан сені сүйікті махаббатым деп мақтап отыр. Сүйжан өзі осындай адам. Өзінің жақынын басқалардың алдында мақтағанды жақсы көреді. Мұндайларды періште деуші ме еді? Олай емес шығар. Серіктікті сыртқа өттеу керек қой. Сүйжан, талғамың жаман емес. Шаншан, әлі кішкене көрінесің. Жас емеспін, 25-ке толдым. Балдәурен. Сүйжаннан естуімше шетелден оралыпсыз ғой. Иә. Романтиканың отаны Франциядан келді. Қай жерденсің? Жунголық. Жоқ, мен қай өлкеден дегенім ғой. Чиндауданмын. Қателеспесем, сен мен жерлес. Сіз де Чиндаудансыз ба? Мен Лаушан районында тұрғам. Сен қай районда тұрып едің? Қызық екеуміз қай районда тұрып едің? Бір районда тұрыппыз ғой. Мен Донхайдың шығыс жағында тұрып едім. Мен де сонда оққам, сынып жетекшіміз Уаңлина. Сен де Уаңлина мұғалімінен оқыдың ба? Иә. Шаншан, осындайда сәйкестік болады екен. Осы апта соңында не істейсің? Біздің үйге келіп теңіз өнімдерін жеп кет. Сен барасың ба? Иә, барам. Әрине, екеуіңді бірге шақырып отырмын. Иә, барамыз. Сүйжен, тағы бір әдемі жерлесімен таныстырғаның үшін рахмет саған. Алаңдама, апта соңында мерзімнен тыс жұмыс жасамаймыз. Патент алып алдың ба? Әрине, біздің бастық менің патентімді жоғары бағалап отыр. Бәрі керемет. Арақты бердің бе? Оны айтпас жаным. Сол арақты ауыз қалмайықшы. Жарайды, қойдым. Ой, Жing-Jing, қалайсың? Иә, боспыз. Жарайды. Ойбай, Сүйжен ажыраса салып біреу тауып алып па? Тым тез емес пе? Жақсы, онда кезіккенде сөйлесейік. Иә, жарайды. Иә. Сен не жасырып жүрсің? Менен не жасырып жүргеніңді өзің де білмейсің бе? Не жасырдым? Түрің бір түрлі болып кетті ғой. Ештеңе жасырғам жоқ. Иә, сенде кінә жоқ. Ешқандай кінәм жоқ. Несіне бір түрлі болады екен? Бәрі жақсы. Бірақ Сүйжен қыз тауып алыпты ғой. Оны менен несіне жасырып жүрсің? Онда тұрған не бар? Сүйженнің жүргені жоқ. Жаңа ғана Фың Жing-Jing телефонда сенбі күні Сүйженді қалыңдығымен үйге шақырдым. Сендерді үйге келіп бірге отырыңдар деді ғой. Сен білмейтін бе едің? Ол қашан қалыңдық тауып алған? Не деген тез? Сонша сыр бермеген несі? Түсінікті, бұл Сунчаңның шығарып жүргені, сол жексұрын. Сунчаң, жаның барда. Сунчаң, жаның барда шыныңды айт. Сүйженге қызды сен таныстырдың ба? Суретін жібер, біз бір сынап жіберек. Тоқта, қазір жауабын білеміз. Мынау аштысы емес екен. Көп нәрсе алудың қажет жоқ. Сен маған сәйкесіп осы қойылымды ойнап берсең болды. Осыдан тез құтылсақ екен. Олардың үйі бірінші рет бара жатырмыз. Құрғыл бармайтын шығармыз. Осы алғаныңда жетер. Рөлге кірген екенбіз, ұқсатып ойнауымыз керек емес пе? Менің қалауым емес. Бұл соңғы рет болса екен. Осы табансыз ақымаққа көмектесу менің өмірдегі бір міндетім сияқты болып кетті. Сен кейін осы екпәледен оңаша жүріс жарай ма? Жолама. Не үшін? Екеуі де жақсы адам. Сәлеметсіз бе, мырза? Сізге кір жуатын сабын керек пе? Мынау біздің жақсы әке дейтін сабынымыз. Мұнда химиялық қоспа жоқ. Теріні сақымдамайды. Баланың киімін жуу үшін осыны алсаңыз, алаңызды жуа бересіз. Мен осыны қолданып жүрмін. Рахмет сізге. Бәрін үстіңе жағып тастадың ғой. Күнде жұмыста қабағыңды түйіп жүргеніңе үйреніп қалыппын. Жайшылықта олай емес екенсің ғой.
说了太久，抱怨着人生的一无所有，总觉得自己能承受，却一次又一次的让理由牵着我们走。曾经那份快乐，悄悄地被香烟的味道带走，忘了放过几次手，也忘记回了几次头。握着手中的尊严，却早知已将幸福送走。直到春烟已老旧，或许才明白，你我并未看透，像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却一个没留下。等候，我无意跟着你走，换来的却是多余的忧愁。或许是人生过了头，才明白爱情不过是两个人的所求。像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却只留下一句问候。我无力再陪你走，你幸福是我最后的奢求。或许来生只是点点头，也或许在人潮之后，看见我为你停